Сәлем достар, біз алдыңғы сағатта 9-шы сабақтың қалай алдыңғы 9 сөзін оқығанбыз. Енді біз қалған сөздерін оқимыз. Алдыңғы сағатта біз қандай сөздерді оқыдық? Шау, шаңу, тушугуан, яу, хуан, шаужие, еңе-юен, ренминби, ренмин деген 9 сөзін оқығанбыз. Енді біз қазір ары қарай жалғастырамыз. Мен осы бастапқы кезінде бір 99-ға дейінгі цифрларды біз үйрендік қой деймін. 99-ға дейінгі бірден 99-ға дейінгі цифрларды мен бір жазып бергенмін. Енді біз 99-ға дейін келіп ары қарай тоқтап қалғанбыз. Неге? Өйткені 100 деген цифр оларда басқаша жазылады. Біздің ана 10-ға дейінгі цифрымызбен жазылмайды да, бәй 100 деп айтылады. 3-ші томмен айтылады, бәй. Енді осы сөзді үйренеміз. Өйткені біз бастапқы кезде алғашқы Қытай иероглифтерін алғаш танып атқан кезде бізге иероглифтерді жазу кішкене қиындау болады. Сол үшін әрбір иероглифті өз уақытында, өз кітаптың программасы бойынша келе жатырмыз. Сонда сізге кішкене түсініктірек болады. Оны мысалы басында барын бірақ бүйтіп қаптатып үйреніп алғанмен ол дұрыс болмай қалады. Бізге кішкене түсініксіздеу болып қалады. Сондықтан біз қазір рет-ретімен, өз сатысымен, өз программасымен, кітаптардың программасымен келе жатырмыз. Қазір бізде енді біз 9-шы сабаққа келдік. Кітап бойынша, YouTube-тағы бойынша ол 31-ден сабаққа кетіп қалдық. Өйткені мен бір сабақты қайтемін сөздеріне қарай 2-ге, 3-ге, 4-ге де бөлінетін сөздер болады. Өйткені мен сіздерге басында айтып кеткенмін, бұл кітап негізінен 6 кітап тұрады. Бұл 6 кітапты үйренсеңіз толығымен сіз үлкенірек деңгейге жетесіз. Өйткені біз бұл кітапты түгел Пекиннен әкелгенде, сол университетте, шетел студенттерін қабылдайтын университеттен өзіміз басынан алып келгеннен кейін, сол жердегі балаларға арналған кітап, оларды қандай деңгейге жеткізе алатын кітап екенін біз көргеннен кейін алып келіп отырмыз. Сондықтан бұл өзі негізінен 6 кітаптан тұрады. Оның сыртында мен сіздерге қосымша тағы да материалдарды беріп отыратын болам. Сондықтан біз сәйкессек барлығы жақсы болады деймін. Сондықтан барлық сөзді басында үйретілмей қалғаннан кейін әрбір нәрсе өз сатысымен келе жатқанын айтқым келеді. Бізде 99-ға дейінгі санды үйреткенмін. Енді бізде 100 деген сөзді қалай айтады екенбіз? Бәй, хың, мынжеде пе, шу, хың жаку, хың. Есімізде бар ма? Біз мына сөздің үстіңгі жағын алып сасақ, үстіндегі хыңын алып сайық, Міне, қандай сөз болады бұл? Бәй, бірінші сабақты үйренген, екінші томмен айтылатын бәйіміз қандай еді? Ақ. Енді үстіндегі хың қосылып тұр, бұл үшінші томмен бәй болып тұр. Бұл қандай мағынаны білдіріп тұр бізде? 100 деген цифрды білдіріп тұр. Сан бізді сөзбен айтқан кезде. Сондықтан мен алғашында сіздерге 4 түрлі том белгісін сол үшін үйреткенмін. 4 түрлі том белгісінде иероглифтердің бір бәй деген сөз 4 түрлі том белгімен келгенде оның мағынасы қандай болады? 4 түрлі болып кетеді. Сондықтан мына жерде 3-ші томмен келген бәйіміз қандай? 100 деген цифрды білдіреді. Енді келесіміз чен. Чен дегеніміз бұдан да үлкен 100, 2-0 болса, 1-0 қосса, 3-0 қосылып, 1000 деген мағынаны білдіреді. Хың, апе, хың, шу. Мысалы, бәй дегенде, енді біз қазақ тілінде айтамыз, 100, 200, 300 деп айтамыз ғой. Мысалы, міне, бәй дегенді жеке түсіндіріп кетейін. Мысалы, бәй. Мысалы, и бәй, бұл 100 деген мағынаны. Ар бәй, сан бәй. 4百，500，600，700，800，900，1000，бұл 800. Мына жерге кішкене түсіндіріп кетейін. 800. Мынауымыз 100, 100 деген сөз. 900, 900. Бұл 900 болды.
Енді бізде мынандай сөз бар. 999. Ya 999. Jiu bai. Geçirinizdir. Jiu da yazalım deyip bai yazıyorum. 999. 999. Мысалы biz мысалы ya мысалы 120 деп айтатын болсақ, 120, ya? Қалай айтамыз? Bunu 120. Ya? 120. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 9 болса 199. Ya, сосын кейін 400, 402, 402 деп кете береміз. 0 деген сөзді әлі үйренгеніміз жоқ, сондықтан бұл енді кішкене жай ғана сән атауларын үйретіп жатырмын, иә? Сосын кейін үлкен несіне келгенде. Мысалы, 999. Енді осы 999-тан кейін не болады дедік? Жаңағы 1000. Я, 1000 дегеніміз чен. Бұ да ары қарай солай кете береді. Мысалы, мынаны өшірейін сіздер, е? Өздеріңіз артынан тоқтатып көресіздер, е? Чен дегенімізде оқса, сосымен чен дегенімізде оқсас, е? Мына жер шуын түсіп қояды. Мысалы, 2000 бұл қанша? 1000, е? Арчен деп айтпаймыз, есімізде болсын, е? Арчен деп айтпаймыз. Бұны біз кейін үйренеміз. Ляң деген сөз бар. Екінің, мысалы, жерде тағы бір нәрсені түсіріндіріп кету керек болып тұр сандардан. Бірақ ол келесі сабақтарда болу керек, бірақ жай түсіндіріп келеді. Bir деген сөздің, бірдің, е? Мына bir деген сөздің и және яу деп айтылады. Яу деп айтылады. Я, яу. Санның айтылуы, яу. Бірақ яу деп жазылмайды, жазылуы жоқ. Тек қана и деп қана жазылады. Бірақ екі түрлі айтылады. Яу деген, и және яу. Яу дегеніміз көбінде телефон нөмірлер, есік нөмірлерін айтқан кезде бұл яу көбінде қолданылады. Я, цифр. Ал и дегеніміз әдеттегі сандарды айтқан кезде қолдана береміз. Ал сол сияқты екінің де қандай түрі болады? 3 түрі болады. Біз бірінші ар дегенді оқыдық. Келесі сағатта, или осы сағатта ма, ляң деген сөзі бар. Ляң. Сосын кейін ля, бұл мөлшер сөз болып кетеді, көбінде адамдар арасындағы біз екеміз, омын ля деген мағынада қолданылады. Сондықтан, міне жерде, енді мысалы 2000 деген сөзді біз арчен деп айтпаймыз, бұл қатие болады. Арчен деп айтпаймыз, біз бұны қалай айтамыз? Ляңчен деп айтамыз. Я, ляңчен. 2000. Я, ары қарай кете береді, мысалы міне. Сәнчен, сычен, учен, леучен, чичен. Наны өшірейін. Чичен, пачен, жоучен. Бұл 9000 болды. Енді бізде қандай сан бар? 9999. Сұрай ма? Жоучен, жоубай, жоушыжо. Бұл қандай? 9999. Насан, е? Бұл 9000, 900, 900, 9999. Енді осыдан кейін қандай сөз бар бізде? 10.000 деген сан бар. Е? 100.000, 10.000 ары қарай кетеміз. Бүгінгі бізде тек осы 100.000, енді осыдан кейінгі қазіргі сөзіміз, мынаны өшірдім. Е? Енді осыдан кейінгі сөзіміз 10.000 деген цифр. Я? 10.000. Қалай айтады екенбіз? Ва.
вән. Иә, бұл 10 мың. Хан, пе, вән бұл. Иә, 10 мың. Сонда бай, чен, вән. Мысалы, 10 мың болатын болса, 2 вән, 2 вән дегеніміз қанша? 20 мың. Иә, міне 20 мың. 20 мың. Енді ары қарай, мысалы, 3 вән, 4 вән, 40 мың, 30 мың, 40 мың, 50 мың, вән. Мынаны мен жерге кішкентай жазып қояйын, иә, міне. Бай, чен. Так, бұны сіздерге түсінікті болу үшін қызыл мен жазып қояйын, иә. Ақша атауы бізде. Ақша сандардың атауы, иә, үлкен сандардың. Бай, чен, вән. Иә? Енді ары қарай жазамыз мына. Уән, 50 мың, 6 вән, 60 мың, 7 вән, 70 мың, 8 вән, 80 мың, 9 вәніміз 90 мың. Енді 99 мың 999 деген цифр болады бізде. Сұрай ма? 99 мың 999. Қалай айтамыз бұны? 99 мың тетірдір. Ойлап тұрмын. 99 вән. 99 вән. 9 бай. 99 вән, 9 бай, 99. 99 мың 999. Бұл бізде Қытай сандарының белгілі орташа деңгейіне келіп қалдық, үлкен сандарға. Енді осы 99 мыңнан кейінгі сандарды келесі сағаттарда үйренеміз. Біз қазір осыған дейін үйренеміз.